Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мынау алма ағашына феромонды тұтқыштар орнаттық. Бұл мынау ішіндегі мынау тұрған белгісі. Мынаның іші жабысқақ, кәдімгі шыбын аулайтын сияқты. Бірақ мынаның ішіндегі анау алманың құрты бар ғой, алма жемірі. Сол көбелегінің шағылысатын уақытында еркегі ұрғашын іздейді ғой. Сол кезде ұрғашынан иіс бөледі арнайы. Оны біз сезбейміз, олар өздері сезеді. Сол иіске ұшып келеді еркегі, сөйтіп шағылысады, содан олар жұмыртқа қояды. Мына осы иісті қолдан синтетикалық жасалған түрі ғой. Мынаған енді иіс бөледі. Сол кезде жаңағы алманың құртының көбелегі, алма жемірі ұшып келеді, мынаны қолға жабысып қалады ғой. Осыған шамамен бір 5-7 минимум сондай түскен кезде, күн сайын қарап отыру керек, бір аптада бір немесе түскеннен кейін, содан кейін құртқа қарсы өңдеуді бастау керек деген сөз. Бұл сондай бір арнайы мониторинг жасайтын алманың құртына қарсы өңдеуді жоспарлаудың несі ғой. Мына шығарушы мынандай. Шыққан алдық. Бұны аулаңызға бір өліп қойсаңыз былай да былай жетеді. Сосын дәріні бет алды шаша бермейсіз, осыған қарап отырып шашатын боласыз. Мынаған түседі, бесеуі түсті ма, болды, бірнеше күннен кейін өңдеуді бастайсыз. Оны басқасын іліп қойсаңыз болады, жаңасын. Алам дейтін болсаңыздар бар, сатылымда. Осы аулаңызда біреуін ілсеңіз жетеді.